Сәлем баршаға. Эфирде кино бар сериал шолу. Құрсаудағы қыздың 20-шы бөліміне қысқаша шолу жасаймын. Налян Сидатқа: егер сен әкеңнің ұрсуынан, оның қыспағынан қашып бара жатсаң, дүниенің қай жеріне барсаң да одан құтыла алмайсың дейді. Біз олардан құтылып өзімізді табуымыз керек дейді. Мен сені жақсы түсінемін, өйткені менің анам да сондай дейді. Сидат: мен саған ажырасайық десем де, сен маған келдің ғой дейді. Егер әкем мені кешірмесе, менің еш нәрсем болмайды, тегімді ақшаларымды деп. Ал Налян болса: мен сенің ақшаңа емес, өзіңе күйеуге шықтым деп қолын береді. Сидат Налянның қолын ұстап, екеуі аэропорттан үйлеріне қарай кетеді. Бұның барлығын сырттан бақылап тұрған Жана болса еш нәрсе түсінбей қалады. Жана Сидатқа қанша қоңырау шалғанымен Сидат қоңырауға жауап бермей, Налян екеулері кете береді. Екеуі үйлеріне келген кезде Рафет мырза баяғыдай Сидатқа ұрса бастайды. Сол кезде шыдамай кеткен Налян қолымен тоқтаңыз деп Рафет мырзаны тоқтатып қояды. Налян Рафет мырзаға: Сидат қателік жасағандықтан сізден қашып бара жатыр. Барлық балаларыңыз сізден қорқады. Селенда, Левент те сондай дейді. Ал Рафет мырза: қайтейін, мен оларды жақсы көремін. Солар адам болсын деп күні-түні жұмыс істедім дейді. Балаларыңыз қанша қателік жасаса да, оларды кешіріп, оларды жақсы көріңіз. Олар адам болғасын қателік жасайды. Сидатты кешіріп үйге қайтуына рұқсат беріңіз, олаған ұрыспаңыз дейді. Ода осы сөздерден кейін Рафет мырза ойланып қалып, альбомын алып, бұрынғы кездегі суреттерге қарап отырады. Сидат Налянмен кетіп қалып, Жана не істерін білмей үйіне қайтып келеді. Балаларын өтірік айтуға көндіріп, ауруханадан келдік деп айтыңдар. Кіші қызымыз ауырып қалды деп айтыңдар дейді. Ал балалары болса: өтірік айтуға болмайды ғой дегенмен, анасы арасында өтірік айтуға болады деп оларды көндіреді. Сөйтіп күйеуіне: кіші қызымыз ауырып, оны ауруханадан алып келе жатырық дейді. Альп сенбесе де оны бөлмесіне апарып жатқызады. Ал Жана өзінің жазып кеткен хатын күйеуі кеткеннен кейін жалма-жан алып қалтасына салып алады. Альп сенің кірмей Жанадан қайта-қайта сұрап, неге сонша қоңырау шалдым, алмайсыңдар деп. Ал Жана болса: мен де саған қоңырау шалдым, сен де қараған жоқсың ғой. Балалармен ауруханада жүргендіктен телефонға қарамадым деп оған сендіргендей болады. Әкесі Сидатты ұрыспай үйге қабылдайды. Сидат таңқалып: әкеме не айттың дейді. Және Налянға: мен енді саған лайықты күйеу болуға тырысамын деп, оны енді сүйейін деп жатқанда Налян: бүгін ауыр күн болды, жатайық деп жатып қалады. Рафет мырза Налянның сөздерінен кейін мешітке барып дұға жасайды. Алладан өзіне 3 бала бергеніне шүкіршілік айтып, әйелі Гүлжихан үшін де шүкіршілік айтып, енді балаларыма жақсы қараймын, олардың қадір қасиетін түсінетін боламын деп Алладан кешірім сұрап, балалары үшін дұға жасайды. Теңізге лақтырып жіберген жүзігін Сидат қайта тапқызып, оны саусағына киіп алады. Альп балаларынан кеше қайда болдыңдар деп сұраған кезде Жана оларды сөйлетпей, барлық сұрақтарға өзі жауап беріп отырады. Таңғы ас үстінде Рафет мырза барлығын таңғалдырады. Селен мен Левентті де қайта шақырып алады. Селенге: компанияның ісін сен жүргізесің деп, Левентке: бұрын қандай жұмыспен айналысып келсең, одан да әрі қарай сол жұмыстыңды жалғастыра бер дейді. Ал Сидатқа болса: Бейоғылындағы қонақ үйдің барлығы кірісін, шығысын, сол жұмысты сен өз мойныңа аласың дейді. Бұдан былай тату тәтті, жақсы жанұя болайық. Менің әкем кішкентай кезінде мені еш жақсы көрмеген, басымнан сипамаған. Сондықтан да болар, мен балаларымды қалай жақсы көру керек екенін, оларды қолдап қолпаштау керек екенін білмедім дейді. Альп Жанаға сенбей, оның көлігінің багажнигін ашып қалғанда сумкаларды көріп, мынау не, қайда қашып бара жатсын дейді. Кіммен қашып бара жатсын, айт қане деп. Ал Жана болса: мен барлығымыз үшін бір сюрприз жасаған едім, барлығымыз үшін демалыс жасағым келген еді деп, оны қанша сендіруге тырысса да Альп еш сенбейді. Сөйтіп Жана алған ұшақ билеттерін көрсетеді. Альп болса: үшеулеріңнің чемодандарың бар, ал менікі қайда деп оған баса көктейді. Сонда Жана жинап қойған Альптың чемоданын көрсетеді. Сонда да Альп оған сенбей, кіммен қашып бара жатсын деп қыспақ қалады. Анасы Налянға: күйеуің сені тағы тастап кетпес үшін менің кеңестеріме құлақ ас, менің саған алып берген көйлектерімді ки дейді. Әдемі болып
күніге күлімсіреп жүр, сен жассың дейді, суреттерге түс, журнал газет беттеріне шық, сенің ел әдемі екеніңді, сұлу екеніңді көрсін, күйеуің де сені мақтанып, сені тастап кетеді деп қорықсын дейді. Налян анасының айтқан кеңестеріне құлақ асып, журналға фотосессия түсуге рұқсат береді. Альп хатшысына хабарласып, Жана туралы барлық ақпаратты беріңдер. Кеше ауруханаға барды ма, аэропортқа барды ма, билет алды ма, қай жаққа билет алды, барлығын біліңдер дейді. Рафет мырза Седатты зират басына әкеліп, өзімен Гүлжихан ханымға арналып, болашақта осы жерге бізді жерлейді. Мен де адаммын, қартаямын, кетемін. Сен өз-өзіңді түзел, адам бол. Енді бұндай қателік жасама. Қателік жасасаң, сені кешірем ба білмеймін, саған не істейтінімді дейді. Менің әкеме деген ішімде қайғым, мұңым және оған деген өкінішім бар. Сен ондай болма, адам болу түзел дейді. Жана Седатқа хабарласып, сен неге мені кеше тастап кеттің, соның қазір сұрауын сұраймын дейді. Ал Седат болса, екеуміздің сөйлесетін енді еш нәрсеміз қалмады деп, Жана Седатты іздеп жұмысына барады. Седатқа қайта хабарласып, шық, әйтпесе мен саған барамын дейді. Ал Седат болса, екеуміздің әңгімемізді осы жерден доғарайық, бәрі бітсін дейді. Жана жылап кетіп бара жатқанда алдынан Налянның әкесі шығып қалады. Оған Жана ашығандай боп, қызым саған не болды деп, оны орындыққа отырғызып, оны тыныштандырып, егер де маған мұңыңды шаққың келсе, маған кел деп, ал Жана болса Налянның әкесінің номерін алып алады. Альп барлығын біліп алғаннан кейін Жана да, мен сенен қорыққандықтан балаларымды алып кетпекші болдым, қасымда ешкім болмады дейді. Кешкі аста Музо өзінің қызын Налян мен Седатқа таныстырады. Екеуі де таң қалысады. Қызы Италиядан 4 ай бұрын келдім, Музо үшін келдім, енді ол жаққа қайтып бармаймын дейді. Негізінде бұл қыз Хилмидің ауылындағы бір кедей көпшік қыз болатын еді. Барлық қоштасып жөндеріне кетеді. Ал Музо болса, Нелянның осы суретін жаңағы қызға көрсетіп, сол сияқты шаш үлгіңді жаса, сол сияқты боян деп айтқан еді. Анасы ауырып жатқандықтан ол үйге тезірек қайтуға мәжбүр болады. Ал Музо оны үйіне апарып тастайын деп, үйіне әкелген кезде Хайри келіп қалып, Музо тығылады. Музолармен тамақтанып отқанда Жана Седатқа хабарлама жіберіп, кездесу орнын жіберген еді. Сол адреспен келген Налян Седатты емес, өзінің әкесін көріп таңғалып қалады. Келесі бөлімде көретіндеріңіз, Музо қызын өзінің жанұясымен таныстырады, яғни оны алдын ала кімнің қандай мінез-құлқы бар, кіммен қалай сөйлесу керек екенін барлығын түсіндіреді. Қызы да жанұясына танысуға келеді. Седат қызға қарып, оны танып қояды. Ол Седатпен алдын кездесіп, онымен төсектес болған қыз еді. Жана Налянның әкесімен тағы да кездеспекші болады. Ал Фарида ханым бұл істерден хабары бар ма екен? Арнамызға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Сіздерге үлкен рахмет.